Қазір бізде Қарамт ауылында Нысанат елді мекенінде қазір бағана туының аты қандай еді? Дихан баба осы қазір осы тас қоспасын игеруге, ашық игеру арналған тау-кен жұмыстарын жүргізеді осы кәсіпкер. Осыған қазір ашық жиналыстар қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті, қоғамдық тыңдаулар қатысушылар тіркеу, кесілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, баяндама жазып сөз сөйлеуі, баяндаманы талқылау, әрбір нақты жағдай белгіленіп, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамасының өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдаулар қорытындылау тәртібі белгіленеді. Қазіргі біз осы бойынша хатшы сайлап алайық арамыздан. Қазір Хатшы мен болсам, фамилиям Смағұл Арай, жобалаушы мекеменің өкілі болып табыламын. Қарсы емессіздер ме? Енді сіз жаңа баяндама қоғамдық тыңдау деп ашып берді төраға. Енді мен ары қарай осы атқарылатын қызмет жөніндегі қысқаша баяндамамды атап өтейін. Баяндаманың тақырыбы Түркістан облысының Сайрам ауданында Подгорненская 2А1 блогы кен орнының учаскесінде шөгінді тау жұмыстарын атап айтқанда құм қиыршық тас қоспасын игеруге, яғни ашық игеруге арналған тау-кен жұмыстары жоспары бойынша осы қоғамдық тыңдауларға баяндама оқылды. Жалпы жоспарланған қызметтің бастамашысы Дихан баба нан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Жоспарланған қызметтің мақсаты Подгорненская 2 кен орнында А1 блогында құм қиыршық тас қоспасын өндіру болып табылады. Аталған кен орны А1 блогы Қарамт ауыл округы, Сайрам ауданы, Түркістан облысы, Низамабад ауылынан солтүстік шығысқа қарай 7 шақырым және Мәдени ауылынан оңтүстік батысқа қарай 1,7 шақырым жерде орналасқан кен орны болып табылады. Құм қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған лицензиялық аумақтың жалпы ауданы 19 гектарды құрайды. Бұл аумақты жалпы игеруге, өндіруге лицензия 2020 жылы алған. Лицензияның қолдану мерзімі 10 жылға берілген. Бірақ қазіргі таңда осы қызметтің бастамашысы 2 жылға, яғни 24-25 жылдары кен орнын игеруді жоспарлап отыр. Осыған байланысты қазір Табиғи ресурстар басқармасына экологиялық рұқсат алуға құжаттар тапсырылған. Осы процедураның бір бөлігі жергілікті халықты қандай жұмыс атқарылатынын, яғни көзделген қызмет жөнінде таныстырып өту міндетті болып табылады. Осы мақсатта бүгінгі қоғамдық тыңдау өткізіліп отыр. Жалпы жер учаскенің кадастрлық нөмірі 19-295-171-202 болып табылады. Ауданы 19 гектар. Учаскеде құмтас қоспаларын өндіру үшін уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалануға берілген болып. Жер санатының негізгі санаты ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер болып табылады. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты шөгінді тау жұмыстарын, яғни құм қиыршық тас қоспасын өндіру үшін берілген. Учаске шығыстан, оңтүстіктен және батыстан құм қиыршық тас қоспасын өндіретін кәсіпорындардың аумақтарымен шектеседі. Солтүстіктен учаске Ақсукент мәдени автожолымен шектеседі. Учаскеге жақын аймақтар осы кен өндіру жөніндегі қазбалармен бұзылған болып табылады. Учаскенің аймағында қандай да бір құрылыс салынбаған. Ең жақын елді мекен Мәдени ауылы болып табылады. 1,7 шақырым қашықтықтағы. Солтүстіктен шығыста, солтүстік шығысынан 243 метр қашықтықта Ақсу өзені ағып өтеді. Осы өзеннің негізгі су қорғау аймағы 500 метр болып белгіленген және су қорғау аймағының шегінде жұмыс жүргізу үшін Арал Сырдария бассейндік инспекциясының келісімі алынған. Учаске аумағында балалар және санаторий профилактикалық медициналық мекемелер, демалыс аумақтары, қорықтар, басқа да сәулет ескерткіштері мен заңмен қорғаланатын басқа да объектілер орналаспаған. Кен орнында құнарлы топырақ қабаты жоқ. Аумақтың өсімдіктері нашар, дала шөптерінің басым болуымен сипатталады.
жануарлар әлемі кеміргіштердің бірнеше түрімен және жауырымен жорғалаушылармен ұсынылған. Жалпы техникалық тапсырмаға сәйкес және қажеттіліктің жылдық жоспарына сәйкес өндіру бойынша карьердің қуаты пайдалы қазбаларды өндіру 24 жылдан 25 жылға дейін жылына 1101,7 мың текше метрді құрайды. Ал жалпы көлемі 2203,4 мың текше метрді құрайды. 2024 жылдан 2025 жылға дейін ашынды жыныстардың түзілу көлемі 47,5 мың текше метрді құрайды, ал жалпы көлемі 95 мың текше метрді құрайды. Құм қиыршықтас қоспасын өндіру тек 2 жыл ішінде көзделген. Содан кейін осы карьердің орнын қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі, яғни карьерді рекультивация жасайды. Ашу жұмыстарын карьер алаңы мен жер бөлуді дамыту контуры шегінде тау жыныстары бойынша тау-кен жұмыстарын дамытудан озып жүргізу қажет. Жобада кен орнының пайдаланылған учаскесін рекультивациялау кезінде пайдалану үшін аршынды жыныстарды сыртқы үйіндіге орналастыру көзделеді. Кен игеру кезеңінде, яғни 2 жыл ішінде сыртқы үйіндіге 95 мың текше метр аршылған жыныстар орналастырылатын болады. Арнайы сақтауға арналған аршылған жыныстардың үйіндісі карьердің солтүстік портынан 150-200 метр қашықтықта жобаланады. Арнайы үйіндіге дейінгі орташа есептік қашықтық 0,2 шақырымды қабылданған. Аршылған жыныстардың өз қуаты пайдалы қазбалар түбінің жер бетінен таяз тереңдікте орналасуы, сондай-ақ қолайлы геологиялық жағдайлар карьерді механикаландырылған әдіспен игеруді ұсынуға мүмкіндік береді. Тау-кен жұмыстарының көлемін, сондай-ақ жобалауға арналған тапсырманың шарттарын қамтамасыз ету негізінде карьердің келесі жылдық жұмыс режимі қабылданады. Яғни аршу және игеру жұмыстарына карьер жылына 250 күн жұмыс істейді, аптасына жұмыс күндерінің саны 5 күн, тәулігіне ауысым саны 1 ғана ауысымда, яғни 8 сағат 1 ауысымда жұмыс істейді. Карьерді техникалық және технологиялық сумен қамтамасыз ету үшін жобаланатын ұңғымадан жерасты суларынан алып пайдаланады. Техникалық су автомобиль жолдарын суару үшін, яғни жолдарды шамсыздандыру үшін қолданылады. Карьер ішіндегі жолдарды суару және жыныстарды суару машинасымен жүзеге асырылады, және де техникалық сападағы суға деген қажеттілік тәулігіне 15,25 текше метрді, ал жылына 2025 текше метрді құрайды. Карьерде ауыз сумен жабдықтау көзі жоқ, яғни ол жердегі жұмысшыларды сумен қамтамасыз ету үшін жақын жердегі орналасқан елді мекеннен 5 литрлік арнайы ыдыстармен тасымалдау арқылы жүзеге асырылады. Ауыз суға қажеттілік тәулігіне 0,85 текше метрді, ал жылына 212,5 текше метрді құрайды. Карьерде күрделі өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды салу көзделмеген. Пайда болған шаруашылық тұрмыстық сарқындасулар сыйымдылығы 5 текше метр оқшауланған жинақтағышқа ағызылады және толуына қарай коммуналдық қызметтермен шарт бойынша ассенизатор машинасымен тазарту құрылыстарына әкетіледі. Ағынды суларды тікелей қоршаған ортаға ағызу немесе төгу көзделмеген. Кен орны суланбаған, жерасты сулары кен орын игеру тереңдігіне дейін ашылмаған. Енді жалпы қоршаған ортаға шығарылатын эмиссиялардың күтілетін түрлері, сипаттамасы және мөлшері жөнінде қысқаша айтып өтейін. Жалпы карьерді пайдалану кезінде ластаушы заттар түзіледі. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың негізгі бөлігі автотранспорттан, сол жердегі пайдаланатын көліктерден шығарылуы мүмкін, және де шаңдану барысында түзіледі. Жалпы қоршаған ортаға эмиссиялардың жылдық көлемі жылына 3,423 тоннаны құрайды. Оның негізгі ластаушы зат бұл бейорганикалық шаң болып табылады. Жоспарланған қызмет барысында келесі түрдегі қалдықтар түзіледі, яғни аршынды жыныстар, қатты тұрмыстық қалдықтар және де майланған шүберек түзіледі. Аршынды жыныстар арнайы үйіндіге орналастырылады және кен орнын игеру аяқталғаннан кейін, яғни 24-25 жылдары игерілсе, 26 жылдан бастап кен орнын рекультивация жұмыстары жүргізіледі. Осы кезде аршынды жыныстарды қазылған жерлерді қайтадан қалпына келтіріп, жер бедерін тегістеу үшін пайдаланылады, кәдеге жаратылады.
қатты тұрмыстық қалдықтар арнайы мекемелерге беріліп полигонға әкетіледі, ал майланған шүберек арнайы мекемелерге тапсырылады. Жалпы көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға әсері осындай болып табылады. Қысқаша осы. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақ айта беріңіздер. Сұрақтарыңыз беріңіздер. Кімде не сұрақ бар? Түсінікті бе? Жақсы, зиян осындай. Енді бұл жер бізге зиянмен бізде 7 километр ұзақтық бар. Бізге ол сондай зиян тимейді. Енді сәл Ақсуға жақындау екен, Мәдени ауылына. Мәдени ауылынан. Негізі біз енді Мәдени ауылынан да қатысу керек, бірақ оны ешкім бермегесе болған қатты. Негізі Негізі газетке жарияланған бұл областной газетке. Егер көріп, естіп жатса, келсе, ешкім неғып келдің деп айтпас еді ғой. Дұрыс, біз енді бұл жерден тыңдап өтеміз халықтың несін. Иә. Бұлай бізге несі, бірақ ұсақ беретін экологиялар басқалар береді, бірақ бізге мына халықтың бірге істегеннен кейін халыққа зиян тимесін соған жинаймыз, тыңдау соған болады. Біліп жүру керек, не жұмыс жүргізіліп жатыр жан-жақтарында, қандай жұмыс көздерді соны хабардар болу үшін. Мәденидің өзі бар? Мәденидің өзін болғанда мәдениде бақырдан сөз айтады, мәдени постоянно келіп сен бүйтін деп айтады. Енді Өзіге дейін жоғары жағда. Қазір бізге дейін жоғары жағда мәденидің бар ғой. Бүтін завод бар. Орталықта бар. Ояқта да бар ғой. Жағдайымыз. Бұл карьер жұмысқа түссе қанша адам жұмыспен қамтылады? 37 адам. 37 адам, иә? Бір смена. Егер 2 смена болса? Негізі бірақ смена, ол күндізгі кезде істейді ғой бұл жерде. Түнде болмайды? Жоқ, түнде істемейді. Бір ғана ауысымда істейді, аптасына 5 күн жұмыс істейді. кешке сағат қаншадан қаншаға істейді? Қараңғы түскенге деген ғой, кәдімгі рабочий время азанда 9-да басталса, мысалы. Жанында ғана коллега сот арқылы зорға жабылды, енді кеше жаңа тыңдау өткізген дейді, оның соттың шешімі бар, білмеймін қалай бізге келіп тыңдау өткізді. Біз анен отказ береміз, біз облыс жабылып қайтадан келіп жатыр ма? Иә, жабылған, оны қалышылап келіп жапқан, анау Ақсудың бойында прямо ішіндегі ше, отау деген. Енді сол отау жанында, білмеймін, бірақ бұл жерде отауда қанша не бар? Бұның жан-жағында 3 жағынан действующий карьерлер бар да, солардың ортасында. Жол салынады, қазір Мәдениге қарай 30 метр жол салынады. Жол ертең мүмкін асфальт салынады, Пугулға бар, Пугул деген асфальт бұл, Түркістан Пугул. Соған асфальт. Енді халық не дейді, енді ұсыныстарын айтыңдар, не басқа? Бізде бәрін түсіндік, естік, білдік мәні. Жақсы, ауылды жігіттер жұмыс істейдіген болса, бәрі жақсы болады, жұмыссыз жүргендер қалай ғой. Мейлі жұмысын жалғастыра берсін, ақ жол тілейміз бұл. Болды. Бізде қарсылық жоқ. Жақсы жігіттер ауылға да ауылға ярдам тегенбіз. Біз айтатынымыз енді, анау шоферлар önce толы артпасын. Тез жүрмесін ауылда. Шаңғыртып барады. Шаңғыртып, саған қарап жүрсін, соны айтып қойсын. Бұлардың қарамайды, бұлар аренда қалады, бұлар қарамайды. Жолда Халқының жалыбы жолда. Сәттілік тілейміз жұмысыға. Сағылған бұл жұмыс істете берсін, халыққа пайдасы тие берсін. Жақсы сондай жігіттер көбейе берсін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Иә, уақыттарыңызды бөліп беріп тыңдағандарыңызға. Сіздерге де. Ақ жол тілейміз, болып жұмыс істей береміз. Жұма күнгі жастар жұма күнгі. Allah'ım iyisine bereket versin. Teşekkür Allah sağlam. Bana sağlam. Rahmet buyur. Derslerimize yardım verelim. Yeklerden bol sağlam. Şükür. Ama Allah hayır.